Қазақта бір сөз бар екен, ең тыныш отырған қазақ бірінің көтін бірі шұқып отырады деп. Ол қалай дегенде, бір ит көріп үрсе, мыңдаған ит соған еріп үреді деп айтамыз ғой. Әдетте біздің ең тыныш отырған қазақ дейді, бір етікті бір етікке тығып отырады дейді. Бұл не дегенде, біреу алдыға шығып бара жатса көре алмайды. Балақтан тартып отыратын сондай халықпыз ғой біз әдетте. Басқа ұлттарға біз оқшамаймыз кейде, қарап отыратын болсаңыздар. Біздің ақ ұлттарымыз, ұйғыр жолдастарымыз барлығын білесіздер. Біреу шығатын болса төбесіне қан көтеріп барлығы соны алдыға қарай жетелеп тіпті де ұмтылтқызып жібереді ғой. Бізде ондай нәрсе жоқ екен. Ана мен бір әңгіме естігем. Бұрын бір жерде бір немене болыпты ғой, бір қазанның ішінде қазақтар қайнап жатады екен дейді. Барлық ұлтты салып қойған кезде қазақ қана сол бірінің артынан аяғынан тартып соның ішінде қайнап пісіп өледі екен дейді. Ал енді басқа ұлттар болса бірінің иығына бірі шығып, сол жаңағы қайнап жатқан қазаннан құтылып шығып кетеді екен дейді. Бұны неге айтып отыр деген кезде, жаңағы мыңдаған итпен ілесіп бірге үретін болсаң, сен не құның қалды? Осы жақыннан бері біреулер шығыпты. Туйынның қалай фінсісін өрлетамай, қалай фінсісін көрілімін өрлетамағандар, анаған бір қитығына тиіп, мынаған бір қитығына тиіп, ең алдыға шыққан кімнің дөйлеңі жақсы ұрып тұр, соған қарай чабуыл қотеді екен ғой. Бұл не өзіне қарасаң, ал енді елдің өнімін жамандайды екен де. Ал енді өзіне қарайтын болсаң, өзі де сол өнімді сатып жатыр ғой. Ананы арықтатам, мынаны арықтатам, бетіңді бүйтіп етем, бетіңді 10 жас жасартып етем деп өздері де өнім сатады екен, қарап отырсаң. Сен өзің өнім сатып отырып, зат сатқан елді, біреудің алдыға шыққан елді не үшін көре алмайсың? Сен ол жарымайтын адамның қылығы да. Біресе ажырасқан қатынды айтады екен, біресе ананы айтады екен, біресе мынаны айтады екен. Үйтіп люляң жинап өзі неменеңмен жинасаң болды ғой, өзіңнің схалеуетіңді түсірмей әдемілеп жинауыңа болады ғой. Бір қазақтың қызы алдыға шықса, оның артынан итермелеп тартып отырады екенсіңдер. Біреу мәшине таратып жатыр екен, ойбай айпон таратып жатыр екен, түген алтын таратып жатыр дегенге сенбеңдер, ол деген былай деп. Мықты болсаң, бәлшің болса өзің келіп таратсаң болады ғой. Сол алдыға шыққанды көре алмай біз бар ғой, сондығымыздан кейде бар ғой, дамымаймыз біз. Осы сөзімді дұрыс дегендер жалғаңыздаршы, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Жер бетінде азтал, бестал ғана қазақ. Біріңді көрің, біріңді жау, біріңді дос көрме деп Абай атамыз айтып кеткен ғой. Бір-біріңді қолдап өтетін болсаң, біздің де ақ ұлттардан ешқандай кем жеріміз жоқ деп ойлаймын.